Көкбөрі бүгін түнде ұзақ ұлыды. Сай-сүйекті сырқыратқан жоқтаудай созылған дауыс көпке дейін басылмады. Нені аңсады екен? Сайын даланың тарлығын ба? Әлде сол далаға басқалар келіп, жергіліктілерді ысырғаны ма? Әлде ұрпақтарының азып тозғанына, азғындағанына күйінді ме? Ызалық, нала, шексіз мәңгілік еркіндікті аңсау, бәрі қосылып, қобыздың күңіренген сарынындай шығады. Бірақ үрей қорқу жоқ. Баршаңызға сәлем, пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда қазақтың марғасқа маң төбетінің көкбөрінің ұрпағы ма, сол жайлы айтатын боламыз. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Осы видеоны соңына дейін көріп, достарыңызбенен бөлісе отырыңыздар. Ұлы даланың иесі қазақтың марғасқа маң төбеті көкбөрінің ұрпағы еді. Оның тек қана гүр еткен дыбысынан басқалар шошитын. Ол әлемдегі қасқырдан қорықпайтын жалғыз ит тұқымы. Иә, айтпағыңыз, Сібір лайкасы аяуға түседі дейсіз ғой. Онда тыңдаңыз. Лайка аяуға бару үшін олардың саны көп болып, үйірімен жабылады және артында айтақтап адам тұруы керек. Ал төбет ше, ол жалғыз өзі бола тұра, қазақ иесі тапсырған үйін малын қорғап, адалдығын сақтап, топ қасқырмен өзін өлтіретін біле тұра жалғыз алысатын. Міне, мәселенің бәрі осында. Төбет қазағымен бірге даланың қожасы болатын. Ол ешқашанда иесін қапқан емес. Сәбилер үстіне мініп ойнаса да, қаңқ етіп көрмеген мейірімді. Тіптен қазақ оған тамақ беруді ұмытып кетсе де, өзі аң аулап күнін көретін. Соған қарамастан, отбасына тапсырылған жан малға, иесінің артқан сеніміне қарайтын, тастамайтын, сатпайтын. Енді ше, енді бәрі бұзылды. Қай-қайдағы бұралқылар, кәндіктер қаптады. Төбеттің де күні де күйі де кете бастады. Ең өкініштісі қан бұзылды. Қан демекші. Қазақ төбетіне оның түрі, тұқым сұрпы бірыңғай шағылысы инбридинг әсерінен әлсірей бастағанда көкбөрінің қанын құйып тұратын. Бұл қазақтың табиғат тілін түсінгеннен еді. Өйткені оның төбеті мен жылқысы өз қанымен араласпайтын, өз ұрпағына шаппайтын асыл текті. Сондықтан қазақ төбетінің қаншығы ұлыққанда оны далаға апарып байлап кететін. Егер қасқырдың құртқасы кезіксе, амал жоқ, оны өлтіріп кетеді. Ол табиғат заңы, ұлы даланың қағидасы. Ал арланы кезіксе, ұрғашыны өлтірмейтін заңдылыққа сәйкес тиіспейді, қайта қосылады. Міне содан туған будан кезегінде төбетке қосылып, ары қарай келер ұрпақтың жақсы өсіп, дамуына, көкбөрінің қаны ұмытылмауына себепкер болады. Қазақ жылқысына да құлан тарпанның қанын осындай әдістермен құйып отырған. Бірақ біздің қазірге құлан деп жүргеніміз жабайы есек, ал нағыз құлан, жабайы жылқы мүлде басқа жануарлар. Көкбөрі ұлығысы келді. Алаңдап айды іздеді, бірақ қараңғылық түнек аспандағы шамшырақты тұмшалап жасырып тұр. Бірақ бұлай бодайы болуы мүмкін емес. Күн де шығады, ай да туады. Көкбөрі айға қарап ұлиды. Бөрі мен ит. Түркілер бір атасын көкбөрі дер, ұмытпай қазағым да соны білер, аңсаған азаттықты батыр елге, еркіндіктің белгісі берген жігер. Бір әңгіме айтайын, емес ұзақ, зер салып тыңдасаңыз бірер шыдап, көп аңқұс адамзатқа тәуелді боп, қасқыр ғана жүріпті, алыс жырақ. Адамға талай аңдар бағыныпты, мөнтеңдеп қызметімен жағыныпты, ақылы көп, әдісі мол болғаннан соң, мойын сынып қарғыбау тағыныпты. Бөрі ғана бермеген еркіндігін, аш болса да білдірмей ішкі үнін, азаттықтан айрылмай жүре берді, нәпақасын теріп жеп көрмей тыным. Бұнысы ұнамады адамға енді, қызғаныш, қастық ойға қала берді,
қожасының сезінген қас-қабағын малдары да жау болып шыға келді. Бітіспес жатқа айналды соныменен, бұндайда ешкім қалмас жөніменен. Көргенде бірін-бірі қудалайды, кек алып мезгілінде кезі келген. Ақыры адам бұлай айла тапты, бірнеше бөлтірігін ұрлап апты. Оларды ақырындап тамақ беріп, өзіне жақын етіп, күтіп бақты. Азаттық осылайша құриды екен, біртіндеп іші жауға жылиды екен. Тек қана асыл сезім ояна ма, кей-кейде бөлтіріктер ұлиды екен. Уақыт осылайша жылжи берген, қапаста жатқан күндер сырғи берген. Ұстанды қасқырлардан күшік алып, кісі өлтіріп өздерін ісін білген. Осылай 2-3 ұрпақ ауысыпты, ішкі ой түйсіктерін тауысыпты. Адам болса барынша сылап сипап, ит етіп достарынша қауышыпты. Кісі шықты осылай қожа болып, байыды қоралары малға толып, көңілі түспей қалса ашуланып, алатынды шығарды ұрып соғып. Қасқырдың ерлік кетті көздерінен, еріксіз табиғаты өзгертілген. Өзін ұрған қолдарды жалап сүйіп, айырылды еркін жүрген кездерінен. Уақыт өтіп, жылдардан жыласады, ит ойы адалдыққа ұласады. Көрінуге адамға жақсы болып, бір-бірімен қырқысып таласады. Бірге еріп аңға шықса кісіменен, іздейді ізге түсіп ісіменен. Ұмытып өз туысы қасқырларды, ұстап берер дәлелдеп ісіменен. Екеуінің арасы жер мен көктей, бірін-бірі туыс демес керек етпей. Таяқ тисе ит бірақ қаңқылдайды, бөрі өлер тірі сойса бір қыңқ етпей. Сондықтан да көкбөрі пір емес пе, соны білген қазағым үремес пе. Қайыспай қайсарлықтың, мойымаудың белгісі боп әлі де жүремес пе. Осылайша өзімше мысал жаздым, жаңалық жоқ айтамын, тоздым, аздым. Ежелгі өр елімнің ұғымы ғой, демеймін өзім таптым, ғылым қаздым. Міне құрметті көрермен, бүгінгі видеомыз осыменен аяқталды. Бүгінгі видеомызда қазақтың марғасқа, маң төбетінің, көкбөрінің ұрпағы екенін жайлы білдіңіздер. Ақпаратымыз пайдалы болса, арнамызға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пайдаларыңызға жарасын.